Алматы қаласы Түркісіб ауданы номері 15-ші Бөбекжай балабақшасында 1 мамыр халықтар достастығы күніне арналған бейбітшілік ел тірегі атты мерекелік іс-шара өтті. Мерекелік іс-шарада Түркісіб аудандық балабақшаларының меңгерушілері және ата-аналары қонақ болды. Іс-шара балабақша меңгерушісі Дусалиева Айман Бейсеновнаның алғы сөзімен басталды. Бүлдіршіндер мерекелік іс-шараға әр ұлттың ұлттық киімдері мен ұлттық салт-дәстүрімен келген екен. Іс-шара барысында көгершін тобы өзбек ұлтының биін, аққу тобы кәріс ұлтының биін, сонымен қатар сұңқар тобының ұлттар достығы попурриін тамашаладық. Бұлбұл тобы татар ұлтының ұлттық тағамдарымен таныстырды. Мерекелік шара барысында ұлттық ойындарымыз да ұмыт болмады. Қарлығаш тобы ұлттық ойыны Алтыбақанды көрсетсе, Бүркіт тобы орыс ұлтының әнін шырқап, көрермен қошеметіне бөленді. Мерекелік кеш біз бақытты баламыз хорымен тәмамдалды. Іс-шара соңында ата-аналар үшін ашық микрофон айдары өтті. Ата-аналар балабақша меңгерушісі мен тәрбиешілерге ризашылықтарын білдіріп, өз алғыстарын айтты. Сәлеметсіздер ме? Мен осы топтың, осы балабақшаның ата-анасы боламын. Балабақша көңілінен шығады. Әрбір ертеңгіліктер өте көңілді, өте ойдағыдай жақсы өтеді. Бүгінгі мерекелік өте тамаша өтті. Балабақшаның меңгерушісіне өте көңілім толады. Өте рахмет айтам, алғысым шексіз. Осы балабақшаға келіңіздер.